Today we're going to learn how to say thank you to someone and how to respond to that. Бүгін біз ағылшын тілінде рахмет деп айтқан кезде, оған қалай деп жауап беру керек екенін үйренетін боламыз. Мысалы, қазақ тілінде оқас жоқ, көбіне нормаль деп жауап береді біздің қазақтар. Соны ағылшын тілінде үйренетін боламыз. Hey Maris, what time is it? The time is 2. Okay, thank you. You're welcome. You're welcome. Яғни біреу сізге рахмет деп айтатын болса, you're welcome. Всегда пожалуйста деген мағынада, яғни оқас жоқ мағынасында қолдануға болады. Hey Maris, what time is it? The time is 3 o'clock. Okay, thank you. That's okay. That's okay. Яғни біреу сізге рахмет деп айтатын болса, that's okay деп жауап беруге болады. Яғни оқас жоқ мағынасында, иә? Hey Maris, what time is it? It's 4 o'clock. Thank you. No worries. No worries. No worries деп. Яғни уайымдама, бәрі жақсы деген мағынада қолданады. Біреуге рахмет дейсіз, сосын no worries деп жауап береді. Яғни оқас жоқтың рөлінде қолдануға болады. No worries. Hey Maris, what time is it? It's 5 o'clock. Thank you. You shouldn't have. You shouldn't have. You shouldn't have дегенді қолданды. Өйткені you shouldn't have-ті біреу сізге рахмет айтатын болса, жоқ, рахмет айтпай-ақ қой деген мағынада қолдануға болады. You shouldn't have. You shouldn't have.